егер жігітті ұмытқың келсе, онда маған 1 минут уақытыңды бөл. Қанша жерден сен жігітті ұмыту үшін жұмысқа баспен кіріп кетсең де, хоббимен айналсаң да, подругалармен кездессең де, ол жігіт ұмытылып кетпейді. Мына нәрсемен жұмыс жасау керек. Ең біріншісі бұл агрессия, екіншісі көңіл қалу. Сенің ішіңде агрессия бар. Бұны менімен бұлай жасауға болмайтын еді. Неге маған бұлай жасады деген ішіңде агрессия бар. Сен ол агрессияны басып тастадың да шығармай жатырсың. Екіншісі көңіл қалу. Яғни сен күткендей болған жоқ. Сен оған үлкен бір ожидание қойдың. Вот он тот самый, мені жақсы көреді, мені алақанын салып аялап ұстайды. Ол өзгеретін еді, ол андай болатын еді, ол мынандай болатын еді деген сенде ожидание болды. Бірақ ол ожидание реальностьпен сәйкес келмеді. Осы көңіл қалумен жұмыс жасау керек. Ал сен осы розовый очкиді шешіп алып тастамайынша, осы екі сезімді денеңмен өткеріп, ама эмоцияларды битіп шығарып тастамайынша, онда ол адам ұмытылмайды. Сен ойыңмен арпалысып, айлар, жылдар бойы жүруің мүмкін. Егер де жұмыс жасағың келсе, жеке терапияға жазыла аласың, биодағы сілтемеге өт.